Сәлем, құрметті тыңдармандар. Каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, Абайдың қанатты қандай сөздерін білесіздер, жаза кетіңіздер. Абай Ибрахим Құнанбайұлы 10 тамыз күні 1845 жылы дүниеге келген. 6 шілде күні 1904 жылы өмірден өткен. Адам, адамгершілік, ақыл, жүрек хақында қанатты сөздері. Уайымсыз салғырттық деген нәрсе бар. Ол Алланың, халықтың, дәулеттің, ғибраттың, ақылдың, ардың дұшпаны, бірі бар жерде, бірі болмайды. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы, осы адам баласының жалықпайтын нәрсесі бар ма? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да, көңіл аз ба, көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің айыбын көреді. Баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдан да сойы бастайды. Өзімшілдік адамды бұзатын пиғыл. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, кимек, харекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Адамның адамшылығы ісі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан басталады. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылдығы. Көрсеғызарлықпен, жеңілтектікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиналмас. Сұм нәпсің үйір болса, тез тиылмас. Зиян шекпей қалмайсың ондай істен, мал кетер, мазан кетер, ар бұйырмас. Әуелде бір суық мұз, ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Тоқтаулылық, талапты, шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, біле білсең. Каналға тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.